Қасиетті Рамазан айында облыстық Қызылжар орталық мешітінің өкілдері темір жол вокзалында намазхана ашпақ. Ғибадат үйінің қызметкерлері темір жол вокзалының басшылығымен сөйлесіп, ғимараттың екінші қабатында арнайы бөлмені намазхана етіп жабдықтауда. Бұл жерде әсіресе түнгі уақытта жол жүріп бара жатқандар намазын бұзбай, Аллаға сыйынып, мұсылман парызын еш қиындықсыз орындай алады. Сонымен қатар құқық бұзушылықтарды болдырмау үшін намазхана бейне бақылау камерасымен де қамтамасыз етілмек. Ресми түрде ол ашылған жоқ, өмір құжаттары әлі жасалу үстінде, бірақ дегенмен де ол намазхананы біз дайындап, қазір қолданысқа дайындап қойдық. Ол жерге кішігірім, темір жол вокзалындағы айтатын болсақ, 4-5 адамдай оқитын намазхана, ішінде дәрет алуға болады. Ішінде жаңағыдай қол кептіретін, аяқ кептіретін құрылғы бар, арнайы намазханасы несі бар, жай намазы бар, кестесі бар. Сол намазхананың тәртібі орнатамыз. Өйткені ол жерде келіп, бір адамдар отырып, ұйықтау үшін ондай бір нелер жасалмау керек, әрекеттер жасалмау керек. Ол жерде ешқандай уағыз насихат айтылмайды. Тек қана кіріп, намаз оқып, шығып кететіндей, сондай бір жасалған жағдай. Енді бұнда жалпы Қызылжар жұртшылығына, жалпы осы келген қонақтарға бір құлақ қағыс. Енді бұл бір мешіт емес. Бұл тек сіздерге, сіздердің құлшылықтарыңызды орындауға жасалған бір жағдайдың бір түрі.